Түсінікті, ол сізді ұрған, тағы не істеді? Ол ешқашан мені құшақтаған емес. Ешқашан. Өмірінде бір ретте құшақтамады. Мен оның мені жақсы көретінін білемін, бірақ ол мұны ешқашан көрсеткен емес. Ох, сіз сонда қандай сезімде болатынсыз? Бұл туралы айтпаған дұрыс. Жарайды. Бәлкім сіз бақытты болған шығарсыз. Жоқ, ол ұйықтағанда мен кешкісін жиі жастық құшақтап жылайтынмын. Солай ма? Өкінішті. Ол сізді тағы қалай ренжітетін? Жетер, жарайды, деп жауап беріп, орнымнан тұрдым. Ей, қайда барасыз? Сіз қазір ғана жетер дедіңіз ғой. Мен жалғастырдым. Егер сіз шынымен азаттыққа ие болғыңыз келсе, блокнотыңызды алыңыз. Оның тізесінде блокноты болды. Сосын анаңыздан алған барлық реніштеріңізді жазыңыз. Әдейі ме, абайсызда ма, маңызды емес, бәрін жазыңыз. Енді 3-4 пунктты есіме алармын. Жоқ, қарындас, сіз бірнеше бетті толтырасыз. Бірнеше бет? Жоқ, иә деп ойлаймын. Егер қаласаңыз, сізге көмектесемін. Сосын тамақтануға кеттім. Маңызды істі елеусіз қалдыруға болмайды ғой. Кофе ішетін кез келді. Мен күні бойы оны көрмедім. Кешкі ас кезінде ол басқа столда отырды. Мен, құдайым, осы әйелге азаттық бер деп жай сыйындым.